Сәлем достар, сендермен бірге топчик. Бүгінгі видеомызда біз Бравл Старс деген өте бір жаңадан бір ойын таптым. Сол ойынды тартып, енді сіздерге көрсетейін деп жатырмын достар. Сіздер Бравл Старс қазір ойнап жатырмын достар. Соны көріңіздер. Достар, мен даусыз ештеңкесіз жаздым, потому что мен өзім студиямда болмадым, досымның үйінде болып түсірдік енді достар. Содан кейін достар, сіздерге Бравлер 86 деген каналдың ссылкасын қалдырып кетем, и сол жайлы подробность видеороликтің ортасында айтып беретін боламын. И достар, Бравлер 86 деген каналда қазір бір 10 подписчиктей бар, соны 30-40 подписчик қылайық достар. Бұл да Бравл Старс жайлы түсіретін болады, екеуміз бірге совместный видео түсіретін боламыз. Ал сіздерге мен өздеріңізбен бірге попкорн немесе чипсы алып осы видеоны көруге ұсынамын. Сіздермен бірге болған топчик, видеоны ары қарай көреміз. Достар, біз 2-2 батылға шығайын деп тұрық. Және де бұл жерде мен бірінші рет ойнап тұрмын да Бравл Старсты, и көбінесе мен өліп қала беремін достар. Сөйтіп мені нуб сияқты оқып қаламын достар. Сол үшін менің ойнағаныма нуб деп жазбаңыздар. Мен просто бұл ойынды бірінші рет ойнап отырмын. Осы ойын жайлы обзор түсіретін болсаңыздар, комментарияға обзор түсіре берші деп осы видеоның астына мақұл 7 лайк жинап кетейік достар. Сол кезде мен Бравл Старстың ары қарай түсіретін боламын. Ал сіздер видеоны ары қарай көре беріңіздер. Достар, мен осы кезде не болып жатқанын вообще түсінбедім. Оказывается, достар, джойстикті қимылдатып тұру керек екен. Сол кезде біз басынан ойынды бастамайтын боламыз. Ары қарай көреміз достар.
достар, біз екінші орынды алдық. Бұл Бравл Старсақ мен карьерамдағы ең бірінші менің үлкен жетістіктерімнің бірі болды. Достар, сіздерге осы ролик ұнаса лайк басып арнаға жазылып кетіңіздер. Және де осы видеоның астында 7 лайк жиналған кезде біз Бравл Старстың екінші бөлімін түсіретін боламыз. Иә достар, сіздермен бірге болған Точик.